Ustoz, mешітте кейбір адамдар намазды талтайып оқиды. Сол қаншалықты дұрыс? Негізінде біздер намазда Алланың алдында тұрамыз. Қарапайым мысал, адам баласы бастығының алдында қалай тұрушы еді? Барынша кішіпейіл халде тұрады, солай емес пе? Ал әлемдердің Раббысының алдында қалай тұруымыз керек? Аллах Тағала Құран кәрімде, Бақара сүресінде «Қуму лиллахи қанитин». Алла үшін намазда қанитин, бой ұсынған халде тұрыңдар. Кішіпейіл халде, құл секілді тұрыңдар деп айтады. Сондықтан намазда барынша осы жоғарыда айтылған сипатқа сай тұруымыз керек. Ал енді екі аяқтың арақашықтығы қандай болу керек десек, Ханафи мазхабында бір жұдырықтың көлеміндей болған абзалырақ. Шафи мазхабында бір қарыс. Ал Хамбали, Малики мазхабында екі иықтың тұсындай болу керек. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалам намазда талтайып тұруды бұйырмаған. Төрт мазхабының ғалымдары да оны құптамайды. Ал енді талтайып тұратындар не нәрсеге сүйенетінін өздерінен сұрап көр.